Сәлем достар, сіздермен Ақниет арнасы. Кореяда тағамның дәмін көргеніңіз үшін ақша төлейді деп айтсам, сенесіздер ме? Мен өзім сенбес едім негізі. Алайда дәл қазір өзімнің тәжірибемен бөліскелі отырмын. Сәлеметсіздер ме? Менде соңғы кездері уақыт болмай видеолар көп шықпай жүр. Бүгінгі тақырыпты өте қызық тақырыпты таңдап алдым. Яғни Кореяның тағамдарының дәмін көріп, сол туралы ойымды айту арқылы маған ақша төленгені жайлы сол бағдарлама туралы айтпақшымын. Ол бағдарламаның аты K-foodies деп аталады, яғни кореялық тағамдар. Бәріміз білеміз, әлемде қазір деген K-pop, мысалы Кореяның әншілері, өлеңдері, K-beauty, Кореяның косметикасы, неше түрлі барлығы атақты болып жатыр. Ол біздің Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемді жаулап алып жатыр. Біз Кореяның косметикасы десе бәріміз құрамы жақсы екенін білеміз және бәріміз оны сеніп сатып аламыз. Енді Корея сол жерде тоқтап қалмай, келесі қадам ретінде K-foodies, яғни өздерінің кореялық тағамдарын әлемге шығарғысы келіп жатыр. Бірақ бәріміз білеміз, әр елдің адамдары әртүрлі тағамдар ұнатады. Мысалы, Индия ащы тағам ұнатса, Қазақстан мысалы тұзды тағам ұнатуы мүмкін деген сияқты. Ал тағамды экспорттау үшін сол елдің дәміне сәйкестендіру керек. Яғни мысалы, жалпы Кореяның тағамдары ащы болатын болса, егер Қазақстанға жіберетін болса, ол кішкене ащысын азайту керек деген сияқты. Сол нәрсе. Яғни бұл бағдарламаның мақсаты әлемге өздерінің тағамдарын экспорттау. Ал ол үшін жақсы ақпарат іздеу. Бізде қазір заман ақпарат заманы. Қазір ең құнды нәрсе ақпарат. Кімде ақпарат көп, сол мықты деген сөз. Қазақстанға экспорттап жіберу үшін ол елдің адамдары қандай тағамдарды ұнататынын зерттеу керек. Яғни мені Қазақстан өкілі ретінде таңдап алып, маған өздері қораппен тағам жібереді. Мен оларға бағамды бергеннен кейін, өз ойымды айтқаннан кейін олар маған ақы төлейді. Солайша мен студент болсам да, әлі ешқандай жұмыс тәжірибем болмаса да, жай өзімнің ойымды бөлісу арқылы өзіме ақша тауып жатырмын. Ондай қатты маңдай термен қиналып қара жұмыс емес, бүгін сіздерге сонымен бөлісуге шештім. Бағдарлама екі жаққа да, яғни маған да және ол K-foodies бағдарламасының өкілдеріне де пайдалы деп айтамын. Мен үшін біріншіден ол өте қызық және жаңа тәжірибе болды. Бұрын мен онда естімегенмін. Ал екіншіден маған жіберген тағамдар, мен мысалы оны магазинге барсам өзім негізі сатып алмаймын. Солайша мен жаңа тағамдардың дәмін көремін. Ал K-foodies бағдарламасына олар Қазақстанның өкілі ретінде өте құнды ақпарат алып жатыр. Сондықтан екі жаққа да өте керемет іс деп санаймын. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаса, лайк және комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал егер ұнамаса, дизлайк қойсаңыздар да болады. Ол арқылы мен сіздерге қандай видео ұнайтын, ұнамайтынын түсінетін боламын. Және сіздердің ойларыңыз мені қатты ынталандырады. Аяғына шейін көрген болсаңыздар, көп рахмет. Сау болыңыздар.